азаматтық бере қоймайды. Бұл жерде қауіп неде ғой, жаңағы мұнда көшіп келіп жатыр дейміз, жаңа шекарадан өтіп кетіп жатырды. Қазір енді Ресейдің өзі мұнда военкоматтың рұқсатсыз, анықтамасыз өткізбейтін болды қазір шекарадан. Сондай не қазір қатаң заң кеше қабылдап тастапты олар. Соғыстан, мобилизациядан жалтарып қашқан адамдардың өзін 10 жылға дейін соттау туралы заң шығарды. Түрмеге түскен адамдарды да, оларды да соғысқа Украинаға айдап жатыр. Оларға қазір пушечный мясо керек былай айтқанда. Сол себепті біздің енді бәрін билік жаман, үкімет жаман дей берудің де қажеті жоқ. Ол заңдар бар ғой, заңдар жұмыс істеу керек, соны қадағалау керек. Мына жаққа қашып жүрген азаматтардың өздерін депортация, выдворение дейді ғой, қайтадан отандарына жіберу керек. Онымен сол көші-қон полициясы бар, участковыйлар бар, солар айланысу керек. Сол әңгіменің қысқасы.